Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Бақытжан Быхин бауырымыздың студиясына қонаққа келіп қалдық. Қонаққа деп қоямын, бірақ өзімнің этажымда отырған көршім ғой. Сондай рабочий процесстерінен жалпы Бақытжан Быхин туралы кішкене мағлұмат сіздерге. Қазіргі таңда видеода көріп жатсаңыздар, көптеген музыкасы хит болып жатыр. Ол музыкаларды видеода кеңінен тарап кеткен қызықты видеоларға соларға музыка жазып танымал болып жүрген жігіт. Өзім әріптесім, аранжировщик, сводчик, енді прям шәкірті деп айта алмаймын енді. Енді білгенімізді үйреткеннен ойлаймын, айтып тұру керек деп. Тәжірибе алмасу. Мен білмегенді Бақытжаннан білемін, Бақытжан білмеген менен біледі дегендей. Жалпы Алматының бір жақсы жері студиялар ешқашан бір-бірінен жасырмайды. Қандай студияға барсаң да әйтеуір өмір бойы танитын құсап сөйлесіп кетіп, солардан тәжірибе алмасуға болады. Мінекей Бақытжан, Бақа, өзің туралы бір кішігірім қай жақтың тумасысың, қашаннан бері музыкамен айналысып келе жатсың, сол туралы айтып жіберсең. Мен Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласынан боламын. Алматыға 2009-да келдім. Нархоз университетіне түстім, туризм мамандығы. Сол екінші курстан бастап музыкамен айналысып кеттім. Студияны үйреніп, содан бастап музыка жазып. Сонда получается музыкалық білім емес, қандай мамандықты оқыдың? Туризм. Туризмді оқыдың, иә? Музыкаға ешқандай қатысы жоқ, иә? Мүлдем жоқ. Жалпы музыкаға бала кезден қызығушылық бар ма, әлде? Мектепте енді достармен өлең айтатынбыз. Студияға барып жазып жүрсіңдер, иә? Студияға барып ән жазып, сосын бешеное желание болды музыка жазғанға. Өзім с нуля жазамын деген. Өйткені ақша жоқ қой, қымбат қой. Сосын сол нәрсе итермеледі музыка жазуға. Содан бастап бит жазып, аранжировка жазып кеттік. Жалпы өзің айтқанда рэп индустриядан бастадың ғой, иә? Кішігірім рэп айтқым. Иә, содан келеді негізі көбіне. Рэп, ән шығарып, сөзін. Жалпы студия ашып, кеңінен уже жұмысты қашаннан бері бастадың? Елдерге жазып? Үйден бастадым ба, 2014-тен бастап ба. То есть домашний студиядан бастадың? Домашний студиядан үйде отырып жаза беремін. Саған аштым, ау шелпек бауырсақ пісіріп жатқан кезде адамдар ән жазып жатасың. Клиенттерді де қабылдадың ғой үйде получается? Мамаға айтамын, мама бауырсақ не шығып кетті деп. Май не шығып кетеді ғой, сіңіп кетеді еще. Иә. Өзім білуімше, Ерболат Құдайбергенов ағамыздың бауырысың, иә? Нағашыларын біледі, иә? Ұстазым деп айтуға болады. Ол кісінің студиясында да жұмыс істедің, иә? Бірге істедік, иә. 2 жыл істедік. Қандай шығармаларын жазуға процессте қайсысын жаздыңдар бірге? Енді мен өйткені Ерболат ағамыз өзі жазатын көбінесе. Аранжировканы өзі жазатын, иә, көбіне, иә? Как музыкант ретінде өте талантты ғой. Аранжировкасында, соткасында. Иә, Құдайбергенов ағамыз негізі шыны керек 2008 жылдары мен өзім енді колледж бітіріп жалпы музыкамен айналысып жүрмін, бірақ сонда да енді неше түрлі музыкалар тыңдаймыз ғой. Ол кезде енді қазақтың музыкасы аса қатты көп емес. И сондай качественный музыка сол жылдары бір фурор жасады, ше. Былай айтқанда сенсация болды ғой музыкалары. Даже естуімше, шетелде Америкада студенттер, болашақпен оқыған студенттер клубтарға барған кезде обязательно Ерболат ағамыздың музыкаларын қойып, сол жақтың Американың адамдарын таңғалдырып еді деп естуші едім. Әлі де күшті негізінде тыңдасың. Негізі саунды жағынан Ерболат ағамыз өзінің уақытынан әлдеқайда алдыға шығып кетті деп ойлаймын. Алдыға шығып кеткен негізі, бірнеше 10 жылдыққа. Әлі де. Өйткені қазіргі таңда да ондай биттер ешкім жасамайды ғой негізі. Ондай аранжировкаларды да жасамайды. Попса ғой. Сведениясын да өзі жасаушы еді ол кісі. Действительно талант бойында, әншілікте. Жалпы рэптегі бізде король ғой енді, шындап келген кезде. Так, Бақа, қандай программамен жұмыс істейсің? Logic Pro деген программамен жұмыс істеймін. То есть Apple-овский платформада жұмыс істеп отырсың? Ерболат ағам үйретті ғой соны. Да? Содан бастап, Ерболат ағамнан бастап
15-тен бастап Logic Pro 10 жыл болыпты ғой. 10 жыл қалды ма уже? Иә, оған дейін Nuendo 3-пен жұмыс істеген. Оған дейін FL Studio. То есть Мен ойымша бәрібір негізі қандай программа болса да. Кардинальный бір звуктарында не бар ма? Отличиясы бар ма? Бір мысалы қайсысы Logic тазарақ шыға ма, әлде Cubase тазарақ шыға ма деген сияқты. Өзің енді қанша жылдан бері айналысып кетсің ғой, то есть звуктан уже хабар бар. Мен айырмашылығы бар ма? FL-дан бар сияқты маған. FL-дан бар, иә? Кішігірім, иә. Өйткені ана герцтен шығарасың ғой, 192, 120 деп. Бұрында болған, енді білмеймін қазір қалай екен. Бірдей качество шығара беретін. Ешқандай отличие болмайтын. Ал мысалы Logic'та 192, 90 қылып шығарсам 320 екен, айырмашылығы үлкен болатын. Енді FL-ді білмеймін қазір қалай екен. Может қазір уже дамып кеткен ғой. Енді мен де білуімше, мен FL-мен ешқашан жұмыс істеп көрмеген, бірақ FL-да дауыс жазу жағына және аудио редакция жағынан кішкене ыңғайсыз. FL бит жазған. Бит жазған, көбіне. Өте ыңғайлы ғой, паттерндері бар. Қоя саласың. То есть үйде отырып үйренуге болады, иә? Logic'та күшті сол, менің ойымша. Енді әр Cubase-та жақсы, әркім өзіне қайсысы ыңғайлы, соны жұмыс істей береді ғой. Иә. Разница жоқ сияқты деп ойлаймын. Ableton болсын, Reaper болсын. Reaperмен де істеген ғой. Reaperмен істедің, иә? Мен Reaperмен істеп көрмеген, бірақтан Reaper тоже ыңғайлы программа. Өзі жеңіл программа ғой. Сонысы білім күшті сияқты. Сонымен жасайын деп шешкем. Reaperмен ба? Windowspен, сосын Mac'қа көшкеннен кейін. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын сенде Hackintosh болатын, иә? Әлі Hackintosh бар. Әлі Hackintosh, иә? Бірақ Apple'ға да ауыстың ғой? Apple'ға да ауыстым. Екеуінің разницасы қалай, ощутимый ма? Маған Hackintosh күшті. Hackintosh күштірек, иә? Hackintosh мощный ғой. Негізі тек звуковая карта ғана болмаса. Звуковая карта қою жағынан и жаңағы драйверлер орнату жағынан кішкене проблематичный, иә? M-чипқа, иә, сондай. Қазір дамып кеткен, просто біздікілер әлі жасауыштан шығып кеткен. Розетта жасайды. Через розетта жұмыс істейді, көбіне, иә? То есть әлі толықтай компаниялар әлі ауысқан жоқ, деп ойлаймын, M-чиптарға. Сол жағы кішкене қиындық тудырады. Сетапымды енді кішігірім сетапымды көрсетіп жіберсем. Бізде Қызық таймс қайын жазамыз. Кстати, айтып кетейін деген Бақытжан, бізде мынау Қызық таймс пайда болғаннан бері десек те болады. Осы Қызық таймстың бүкіл музыкаларын пайда болғаннан емес, енді где-то 8 жылдай. 8 жылдай, иә, уже музыкаларын жазып, бүкіл солардың концерттеріне запистерін жасап, осы студиядан неше түрлі жұлдыздар келіп осы жерден запистерін жазады, прикольный деген видеоларға озвучка жасайды. Бақытжан енді 7 қырлы, 8 қырлы, 8 қырлы 7 қырлы ма? Так, сетапым, мынау Mac, иә, бізде? Mac. Қазір Macмен отырсың, иә? Конфигурациясы қалай? Logic'тың ба? Жоқ, жалпы Mac'тың конфигурациясы. Бізде MacBook 23 жылғы, иә? M3 Pro 18 азу, 18 гигабайт. Өзі бұл 512 мен жүреді, бұл, иә? 512 мен жүреді. Apple'дың бір сондай бір жаман жағы, минусы десек те болады. Үлкен минусы бұл память жағынан. 1 терабайттық MacBook'тар, енді шыны керек, бір средний көлікпен бірдей тұрады ғой негізі бағасы. Сондай жағы. И разъем жағынан проблематичный, иә? 14 немесе 16 алу керек сол үшін. Разъем жағынан ешқандай проблема болмас үшін, иә? Кішкене HDMI бар. Сосын 3 Thunderbolt бар, иә? Сосын тағы да бір SSD бір кішкентай карта бар ғой. SD картаға, иә? Енді ол көбіне видеографтарға енді. Және мына жерде питание бөлек жүреді да, сол жағынан. Бұл уже жаңа версиялар, про версияларында, иә? Иә. Жаңа про версиялар. Үшеуі свободный. Разъемдар уже қалған разъемдар свободный тұрады, иә? Так, бізде мына атышулы Apollo картамыз, сендегі Gen 2, иә? Новые. Новые, иә. Тоже через Thunderbolt қосылады, иә? Кстати, білмейтін адамдарға мен айтайын деген, Thunderbolt пен Type-C-ді шатастырады да. Type-C, ол разъемы бірдей, бірақтан скоростной, пропускной способностьтары әртүрлі.
Type-C, сол Type-C вход болуы мүмкін, бірақтан ол USB 2-де болуы мүмкін. И USB 3-те болуы мүмкін. Бірақ сол бір разъемда. Айталық машинада дисктің размері бірдей, бірақтан покрышканың размерлері әртүрлі болуы мүмкін ғой жаңағы. Біреу жуан болуы мүмкін, қалың болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ сол дискке киіледі. Бұл да тура солай. Thunderbolt бізде разъемда скоростной способность именно анау бізде Thunderbolt бұда 4 тұр, иә? Thunderbolt 4-те 40 гигабит секундына пропускной способность. Сондықтан да кейбір адамдар осындай картаны сатып алады да Windows'қа қоса алмай тұрады. И барсан USB-ға тығып қойғанда Type-C-ға. То есть ол разъемдар әртүрлі скоростной способность. Сондай жағынан ыңғайсыз тудырады. Сондықтан да просто звуковой картамен отыра берген дұрыс сияқты. Иә, соны айтамын, иә. Бұндай картаны Thunderbolt, именно Thunderboltқа қосылу керек. Сондықтан да бұны ескере жүріңіздер. Егер де қоса алмай жатсаңыздар, тікелей маған шықсаңыздар болады, мен сіздерге түсіндіріп, полностью қалай қосу керек, қандай кабель алу керек, бәрін түсіндіріп айтып беремін. Мына бізде Logic, иә? Сенде Logic қанша? Logic последний тоже 11.2, 11.2, иә? Соңғысы. То есть сенде бүкіл плагиндар, VST-лар через Rosetta жұмыс істейді, иә? Жаңағы Rosetta деп отқанымыз, мысалы, кейбір плагиндар, VST звуктар тікелей системаға орнатылмайды, өйткені әлі компаниялар M-чиптарға өздерінің ядроларын әлі өзгертпеген. Сондықтан да бұл айтқанда нативно полностью орнатылмайды, через Rosetta орнатылады. То есть Rosetta деген өзінше бір программа, сол программа арқылы Logicқа шығарады жаңа VST плагиндарды и VST звуктарды. Вот сондай тоже кішкене нюанстары бар. Бұл новый именно системаларда, иә, сондай. Так, бізде мынау тоже аты шулы Focal деген мониторлар. Бұның алдында сенде Yamaha болды, иә? Yamaha MSP7 болды. Негізі ол да өзінің линейкасында топовый мониторлардың бірі, иә? Маған ұнайтын. Ұнайтын ба звугі? Иә. Просто пищалкасы жаңа кеткен ғой. Пищалка істемейді. Пищалка істемей қалды, иә? Жұмыс еді. Негізі Focal күшті маған, өзіме ұнаған. То есть сенде андай Yamaha-дан ауысқаннан кейін бір андай не болған жоқ па, бір құлағың үйренбей? Кішігірім болды, әрине. Частотный баланс жағынан қатты болған жоқ, иә? Кішкене. Так, байқауымша енді бұл мониторда фаза инвертор алдында и екінші мониторын сені сәл бұрышта тұр. Ешқандай резонанс тудырмай ма? Мен тұрған дұрыс тұрған жоқ өз. Негізі, негізі расположение дұрыс емес, столым не позволяет сонда. Жалпы негізі адам құлағы, адам миы любой звукқа үйренеді. Жарты сағат тыңдағаннан кейін уже сол звукқа үйреніп қаласың. Кішкене қалай комната есту кішкене қиындау деп ойлаймын. Сәл комнатаның жалпы расположениесі дұрыс емес болып тұр, иә? Ол үшін кабинка болмау керек деп ойлаймын, иә? Немесе басқаша отыруым керек. Басқа столды жасап. Иә, енді былай отырсан да, сен комнатаң кішкене сәл ыңғайсыз болып тұр, өйткені близкий отражение болады. Иә, кішкене дыбыс дұрыс болмауы мүмкін. Жалпы Focal монитор дәл осы сериясы менде де бар, өте тамаша монитор. Өзінің бағасына әбден стоит деп ойлаймын. Сондықтан да смело алсаңыздар болады. енді біздің Қазақстанда шыны керек бағасы сәл қымбатырақ и шетелде арзан, иә? Шетелде арзан, иә. Неге екен? И Қытайдағы арзан, иә? Yamaha мен әлдеқайда сәл ғана арзан, қымбатырақ та, бірақ та бізде 2 есе қымбат. 2 есе қымбат, иә? Иә, сол жағы. Yamaha 300 бір нәрсе болса, мыналар 700 дейміз. Бізде именно бұл Focal Alpha сериясы. Alpha енді Focal өзінің бұл линейкасын кішкене бюджетный деп жасап, бюджетный деп есептейді. И бұл Қытайда сборкасы, Қытайда жүреді бұл мониторлардың. То есть мен таң қаламын да, бұл мониторлар Қытайда жасалынады дағы, бірақ Европаға қайтадан апарып, Европадан сатылады. Сол жағы кішкене нюанстары бар. Қалған сериялары, жаңағы Solo сериясы бар, Trio деген сериялар бар, олар Францияда жиналады. Қымбат сериялар. Олар қымбат сериялар, иә. Да, тамаша. И бізде, кстати, Бақытжанда керемет тоже өте топовый микрофондардың бірі тұр. Бұл бізде Neumann. Бізде Neumann 89i, иә? Сен i сериясы ма? U89i. U сериясы, иә? U89i.
Так, енді бұның бағасы қанша тұрады Бақытжан? Екі түрлі баға тұр, томанда түсінбедім. Соның біреуі 3,5 мың евро деп тұр. Томанда, иә? Томанда, иә. Сол екі түрлі баға. Біреуінде $3,200 да, ол томанда. Бізге келсе тағы қымбат дейді. То есть даже бізге келген кезде сонда бір 3 миллионға дейін барып қалады, иә? 3 миллион емес, бір 2 миллионға дейін кетеді ғой. 2 миллионға кетеді, иә? Өйткені 87-ден қымбат негізінде. 87 айдан. 87 айдан, да? Иә. Бірақ 87 ай бізде 2 миллионға дейін, 1,8 миллион сондай тұр ғой. Жалпы енді Neumann микрофондары бізде енді кеңінен тараған TLM сериялары көбіне 103, 102, 107 болды, иә? Өзімде де 107 болды. Мынау енді топовый сериясы, U сериясы. Бұл енді жаңартылған сериясы, I деген белгісімен жүреді. 89-дың винтаждары да бар, по-моему, да? Енді винтаждар мынандай уақытта табу қиын шығар деп ойлаймын. 87 ғой винтаж көбінесе. 87 винтаж, да? Жалпы бұл высокий аз. Высокий аз ба? Иә. 5 мың мен 6 мыңға арасында герц баяғы. Қалай провал бар да бұл жақта. V-образное звучание ма сонда? Мен ба, иә. Кішкене высокийны әдейі провал жасап салған болар. Шипящийларды алу үшін ба. Бұл микрофон сенде немен Apollo екеуі қалай екеуі звучание жағынан? Енді бұрынғыдан қарағаннан кейін қазір самовнушение ме екен мүмкін. Басқаша әрине. Бірақ микрофон адам таңдайды кейбір кезде. Адам таңдайды, иә? Мен де оған келісемін. Любой микрофон адам таңдайды деп ойлаймын. Иә, оған универсальный деген мен білмеймін. Иә, өйткені мынау микрофон мысалы бір әншіге жақсы келсе, екінші әншіге онша дұрыс келмеуі мүмкін, иә. Әнші тембрально ғой сол адамдардан. Иә, оған келісемін мен де. Өйткені ондай жағдай көп болды. Білуімше осы микрофонға бізде Ернар Амандық жазады, постоянно әндеріне. Концерт болады. Иә, бұйырса, кстати, Ернардың концерті скоро Республика сарайында. Сол әндерін Бақытжан жазып өңдейді. Мүмкін осындай Бақытжан студиясына кішігірім обзор. Суағып жатырмыз. Ол біздің, кстати, біздің помещениенің проблемасы, иә. Кішкене хозяинымыз сәл сол жағын ескермеген. 4 шелек су 4 күнге шер. Енді мен ойлаймын, подвалда канализация аққаннан гөрі мынау су дұрыс шығар деп. Ондайды да көрдің ғой сен, иә? Канализация енді деп ойлаймын. Канализацияның несі деген енді страшный нәрсе, оны айтпай ақ қойын. Оны мен де басымнан өткен ол. Так, мен білуімше сенде дрампад та бар, иә? Қосалмай жүрмін негізінде. Дрампад. Акайдың дрампады бар. Windows-қа қостым, бірақ та MacBook-қа қосалмай жүрмін. Негізі бұл чисто битмейкерлерге арналған дүние ғой негізі, иә? Негізі жалпы осының атқаратын функциясын MIDI клавишпен де істеуге болады, иә? Спокойно, иә? Бірақ бұның Акайдың өзінің библиотекасы бар, сол ғой, преимуществосы. Өзінің библиотекасы болады, иә? Өзінің. Негізі 90-шы жылдары бізге көп тараған хип-хоп музыкасы болсын, R&B болсын, осы именно Акайдың библиотекасымен келген ғой бізге. Сол 808, 909 деген бізге бочкалар бастар. Акайдың үлкені ғой? Иә, сол арқылы бізге келген. Сол сэмплдарды негізі әлге дейін қолданамыз ғой. Әлі қолданады, иә. Көп негізінде. Тамаша. Енді MIDI клава. Бұл негізі аппаратинат керек емес. Қазақстанға кеңінен тараған MIDI клавиштердің бірі ғой. Негізі механикасы жақсы, осы менде де болды бұл. Механикасы тамаша, отклик жақсы, после касаниясы да бар. И foot switch педаль қосуға да болады. Негізі жалпы аппарат жинау деген ол любой ауру ғой, ол любой музыкантта, аранжировщикте. Енді тоқтадым деп ойлайсың ба, әлде тағы болашақта бар ма планда? Тоқтадым әзірше? Бір микрофон алғым келеді. Негізі паркинг болған дұрыс, иә? Тағы бір микрофон, бір жақсы микрофон. Ламповый микрофонға жазып қойдың ба, кстати? Лампа жоқ. Лампаға жазып қойдың, да? Жоқ, ескі бір эмодиға жазған, спутник деген бет. Спутник болды, спутник болды. Болды. Бірақ ұнауатын ол пышылдап кетеді, енді лампадан ба. Біз толсам екен, отырып қалдым екен. Сондай. Содан кейін мен лампа жоқ
иә менде лампа приборлардың түр болды, бірақтан мен шыны керек лампаға аса көңілім толмады. Бір қызығы азандаған кезде қосқан кезде басқаша звук береді, түстен кейін басқаша звук береді, күні бойы қосылып тұрса басқаша звук береді. Короче, бір қалыпты звугі жоқ та ешқашан. Сол лампаның бір ыңғайсыз жері. Сен DJ дизайн қосып тұрған жоқ, иә? Бұл негізі өз кезінде өзі топовый звуковой карта болған. Бұл по-моему Firewire, иә? Енді Firewire өзінің уже болды, соңғы күндерін өмір сүріп кетті. Бірақ қосуға болады ма? Драйвер таппайсың уже, новый неге? Жоқ, новый жасайды ғой. Жасай береді, иә? Жасап жатыр екен. Дұрыс. Кстати, ана жақта бізде аудиотехника наушник. Аудиотехника. Негізі осы серияны мен көп адамдарға советовать етемін. M50X өте тамаша наушник негізі. Қазір қымбаттап кеткен. Қазір бір 150-200 долларға дейін барып қалады ғой. 80 үстінде әйтеуір. Мен бірақ арзан кезінде алып алғам. Негізі өте тамаша наушник. Жалпы студияда мен ойлаймын, жақсы наушник всегда болу керек. Әншіге де. Кстати, әншілер осы нені қатты жақсы көреді, осы именно наушникті, осы наушникпен запись жазған жақсы көреді. Өздерінің дауысын жақсы ести ма, жұмсақ бере ма, содан кейін, иә. Gorillaz'тың фанатысың ғой деймін. Coldplay'дің фанатымын. Coldplay? Бірақ Gorillaz ұнайтын оларды. Gorillaz. Интересно. Иә, бұлар өз кезінде тоже фурор жасаған группа ғой. Бірақ қазір көбісі білмейді уже. Білмейді екен, не деп тұрады? Аниме деп ойлайды ғой. Иә, ең қазіргі жастар Gorillaz білмейді ғой уже. Съемканы осы жерде жасай бересің ба, Маха? Прям осы жерде жасай бересің, свет, білуім, свет, штатив, бәрі, как положено. Штатив жақындадым. Не? Сіздіктің оған. Штатив жоқ, свет жоқ, на свет мен кемсек. Ол нем белгісі, ол еш нәрсе жоқтан жасауға болады деген сөз ғой, ол дұрыс па? Иә. Сұрап жасадық. Енді жалпы Бақа тағы бір сұрақ, хит шығаруға жалпы аппарат қажет пе, қажет емес? Қажет емес, иә? Простой пример Иманбек қой. Иә, ол жағынан менде ол жағынан келісемін точно. То есть үйде отырып, неше түрлі жастар бар қазір талантты. Үйде үйде отырып, күшті жазады. Көп негізі. Иә, еще Грэмми алып отыр, иә, мысалы. Иә, то есть үлкен студияларда уже аса қажеттілік болмай бара жатыр. Қазір жай бір MacBook или ноутбукпен отырып музыка жаза бересің, бұл керек емес ешқашан. Иә, ол жағы дұрыс. Денеде даже акустикасы онша емес жерлерде жазып жөндеп енді кішкене көресің. Иә, енді шетелдің біз енді қазір дамыған заман, интернет бар, бәріміз білеміз ғой, мысалы шетелдің әншілері не істеп жатыр. Билли Айлиштің мысалы альбомы спальныйда жазған, мысалы спальныйда отырып, төсекте отырып, ана пледті үстіне жауып қойып, ешқандай отражение болмау үшін, ешқандай жаңғырық болмау үшін сол жерде дауысын жазып, сол альбом Грэмми алып отыр, мысалы ағасы екеуі. Штор, клеем тұрған жерге жаза берсің бол. Иә, сол жағы. Енді жалпы еще искусственный интеллект жайлы қалай ойлайсың? Болашағы бар ма искусственный интеллекттің? Болашағы өте ғой. Да? То есть біраз музыканттардың, аранжировщиктердің жұмысын алып қоя ма деген ойдасың ба? Ойымша уже алып жатыр. Уже алып жатыр, иә? Көп қойға сайттыр. Иә. Композиторлардың, ақындардың бәрін. То есть уже жеңіл, иә, қазір, иә? Үйде отырып соткамен ақ істей беруге болады. Да, ол жағы дұрыс. Енді бір жағынан адамдар ақша төлемейді, бәрі бар да. Білмеймін енді қалай болады. Даже битқа дейін жазып береді ғой. Инструментқа дейін ойнап береді. Иә, по каналіне снимать етіп аласың ғой, по каналіне снимать етіп. Әнді өңдеп береді. Иә, ол жағынан енді действительно. Лоджикте бар әнді. Искусственный интеллектпен, иә. Енді плагиндар, мысалы, Ozone 8 шыққан кезде, Ozone 9, по-моему, шыққан кезде искусственный интеллектпен шықты ғой, мысалы. Сразу өңдеп береді. Сразу өзі өңдеп береді, мысалы. Сол кезде бізде таңғаламыз. Өзгертсем болады, иә. Главное, аранжировканың балансы, частотный характеристикасы дұрыс болса, ар жағын искусственный интеллект саған өзі ақ жасап береді. Ja, керемет. Сол Бақа, рахмет сұхбатына. Жақсы, сәт. Иә. Құтты болсын, YouTube канал. Иә, енді жаймен қадам жасап келе жатырмыз ғой, енді бізде қалмайық, енді бар білетінімізді елмен бөлісейік. Осы видеолар арқылы, мысалы, кім біледі, мүмкін өзі де бір ізденісте жүрген адам мүмкін өзі де керегін алар. Дұрыс па? Әрине. Аха. Рахмет Бақа. Тоқтамаңыз. Иә, жақсы, рахмет. Осындай.
студия